Ақжол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министр Бюйтеновқа. Дамыған ұлттық автомобиль өнеркәсібі индустриялық тұрғыдан өркендеген және технологиялық жағынан бәсекеге қабілетті мемлекеттің айқын маркері болып саналады. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан өз автомобиль өнеркәсібін қалыптастыруға бірнеше рет талпыныс жасады. Алайда бұл бағыттағы нәтижелер соңғы жылдарға дейін көрсетілген мемлекеттік қолдаудың көлеміне сай келмей отыр. Оның ең көрнекті мысалдарының бірі Өскемендегі Азия авто жобасы мен индустриялық алаңға қатысты қалыптасқан жағдай. Көп жылдар бойы аталған кәсіпорын салықтық жеңілдіктер, кедендік преференциялар және индустриялық субсидиялар сияқты елеулі мемлекеттік қолдау алып келеді. Ашық дереккөздерге сүйенсек, мемлекеттік қолдаудың жалпы көлемі жүздеген миллиард теңгеге бағаланған. Дегенмен компания нақты өнеркәсіптік локализацияға көшпеді. Толыққанда терең қайта өңдеу зауытын салу бойынша міндеттемелердің орындамасы және іс жүзінде ұзақ уақыт бойы тек отверткалық құрастырумен шектелді. Азия авто компаниясының компоненттерін импорттау кезінде 75 миллиард, дайын өнімдерді өткізу кезінде 122 миллиард, қосымша құн салығын 99 миллиард теңгеге кеден төлемдерінен босатылды. Сонымен қатар кәдеге жаратудан, яғни утилизбордан да 65 миллиард теңге иемденді. Осылайша барлық жеңілдіктер мен преференциялардың жалпы көлемі 361 миллиард теңгені құрады. Осылайша, алайда мемлекетке не жоспарланған өндірістік қуаттарда, не күтілген технологиялық әсер, не жергілікті жеткізушілердің толыққанды екі жүйесін жасай алмады. Бүгінгі Азия автоның жағдайы жаңа индустриалды жобаларды жүзеге асыру кезінде осындай қателіктердің қайталануын болдырмайтын маңызды және өте қымбат сабақ ретінде қарастырылуы тиіс. Бір кездері Азия авто жобасы ең жоғарғы деңгейдегі мемлекеттік делегациялардың қатысуымен зор салтанатпен ашылған болатын. Қажетті инфрақұрылым да толықтай жасалды. Ал қазіргі уақытта осы пайдаланылмайтын қуаттардың қолданылмағандықтан уақыты өте келе тозығы шығатыны анық. Мұндайға жол бермей, оларды тиімді пайдалану қажет деп санаймыз. Бүгінде Қазақстанда бірнеше автомобиль өндірістік жобалар жүзеге асырылып жатыр. Мысалға, Қостанайдағы көп брендік Allure авто кластері және Алматыдағы Hyundai Транс Қазақстан зауытын айтуға болады. Олар тек автомобильдерді жинаумен шектелмей, қосалқы бөлшектердің өндірісінде жүзеге асыруда. Осыған байланысты Азия авто компаниясының әлі де өндірістік қуаттарын аталған жобалардың дамыту үшін пайдалану бойынша ұсыныстар әзірлеу, не оларды ауыл шаруашылығы немесе өзге де техниканы шығаруға бағыттау қажет екенін атап өтеміз. Бұл нарықта мәселе тек өндірістік базада ғана емес, Азия авто зауытында бір кездері мыңдаған жергілікті қызметкерлер мен Европадан атақты автобрендтерінен білім алып, практикадан өткен білікті кадрлер еңбек етті. Олардың дағдыларын алдағы уақытта жоғары технологиялық өндірістерге пайдалану әлде қайда тиімді болар еді. Айта кетсек, халықаралық тәжірибе көрсетіп отырғандай, автомобиль саласында дамыту қарапайым құрастырудан толыққанды өндіріске кезең-кезеңмен өту арқылы ғана мүмкін. Мұндай тәжірибе Жапония, Оңтүстік Корея және Қытайда автомобиль өнеркәсібі барысында қарапайым жинақтау және келесі кезеңде шетелдік модельдерді көшірмесін жасау арқылы басталған. Қазіргі кезеңде өздеріңіз көріп отырғандай, бұл елдер автомобиль державаларына айналып, бүкіл әлем солардың машиналарын өз игілігіне пайдалануда. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Ақжол фракциясы Өскемендегі Азия авто компаниясының өндірістік базалары мен инфрақұрылым әрі қалай дамытуға арналған бағдарламалы құжаттарға енгізу мәселесін пысықтау қажет деп санайды. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты аталған өндірістік активтерді сақтап қалу және оларды автомобильдер, ауыл шаруашылық техникалар, өзге дейін машина жасау өнімдері мен қосалқы бөлшектер өндірісіне одан әлі пайдалану болуы тиіс. Мұндай бастама Өскемен қаласынан тек шикізат немесе металл өндіретін өңір емес, дайын өнім шығаратын тағы да бір жаңа индустриялық орталыққа айналдыруына айтарлықтай ықпал етер еді. Рахмет. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары Ерубаев, Перуашев, Еспаева, Барлыбаев, Иса Нұралдинов.